Білесіздер, өткенде осыдан бір ай бұрын біз ИРМ, яғни репродуктология медицина институтымен бірлесіп, менің оқырмандарыма арнап, ұзақ жыл бала көтермеген, бір перзентке зар болып армандаған оқырмандарыма, жалпы сондай отбасына арнап, маған 5 тегін жолдама берген еді, өзінің оқырмандарымен бөлістеп. Соның екеуі кетті, 3-ші претендент дайын, тағы екеуі бар. Ал институттың атынан ол өздері тағы 10 береді. Мінекей, осы Астанадағы ИРМнің туған күніне орай, маусым айының келесі бір жартысында, яғни соларды тарату бәрі басталады. Сондықтан үлгеріңіздер, айтыңыздар. ИРМ, яғни жасанды ұрықтандыру институты репродуктология, қазір соның ең жетекші мамандармен кездесуге мінекей келіп қалдым. Тағы осы мәселені талқылаймыз. Маған хат жазып жатқан оқырмандар арасынан қазір тізімдерді беремін. Егер барлық жағынан сай келіп жатса, міндетті түрде барлық ем-домыш және сіздің үйде бір сәби күнін естілгенше барлық қызметтер тегін болады. Арнайы сыйлық жасап жатыр, осындай керемет. Сондықтан қатысыңыздар, атсалысыңдар. Барша отбасына, барша әулетке бір сәби бұйырсын деген келеді. Шіреткен перзенттің дауысы болсын әр үйде. Міне қазір медицинаның жасамайтыны жоқ, керемет. Сондай бір тамаша дүниелерді жасайды. Олардың техникалары да, технологиясы да, медициналық емі де бәрі керемет. Сондықтан баршаңызға сәттілік.